Қайырлы таң достар, мерекелеріңізбен. Бүгін мерекеге орай біз концертке келе жатырмыз. Кәусар бүгін билейді. Бүгін 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Соған орай мерекелік іс-шара ұйымдастырылған. Кез келген концерттің алдында бірінші генеральный репетиция болады. Балалар орындарын тауып, сахнаға үйренісіп, бір билеп шығады. Байқап тұрғандарыңыздай, бұл жерде бірнеше хореографтар жүр, өйткені әртүрлі би топтары шақырылған. Және барлығы қосылып, бір ортақ би құраған. Әлі уақыт бар болғандықтан, мен мына жақтағы көрмені бір шолып өтейін дедім. Мына жақта міне әртүрлі көрмелер болып жатыр. Адамдар национальный костюмда жүр. Қол өнер шеберлері өз өнерлерін қойып жатыр. Выставка ретінде міне әртүрлі көрпе, жастық, тағы не бар? Сөмке, киім, жилет, бас киім, әшекейлер, күміс әшекейлер, мысалы сырға, әшекейлік деген сияқты әртүрлі заттарды қойған. Тіпті міне әртүрлі қолдан жасалған, тоқылған картиналар, суреттер, енді ағаштан жасалған тіпті міне әртүрлі заттардың көрмесі қойылған. Өте әдемі ұйымдастырылған. Ар жақта садақ ату, асық ату, күш сынасу деген сияқты әртүрлі ойындар жүріп жатыр. Бұл жақта міне уже концерт басталайын деп жатыр. Қыздар дайын, бәрі өз орындарында тұр. Апаларымыз шашу-шашуға дайын тұр. Кісілер ақырындап жиналып жатыр. Сонымен концерт басталды. Бейбіт өмір, бағымыз, бірлігіміз, тағдырымыз. Мына жақта міне облыс әкімі келді, өзінің жылы лебізін білдірейін деп халықты құттықтауға келген сияқты. Байқап тұрғандарыңыздай, қыздар әр халықтың ұлттық киімдерін киіп шыққан. Қазақ костюмі, орыс, неміс, татар халқының, ұйғыр халқының және де Корей халқының ұлттық киімдерін киіп шыққан. Менің ойымша өте әдемі көрінеді. Ал енді міне қазақтың жақсы дәстүрі бойынша тәтті кәмпитпен шашу шашып жатыр. Өмірлерің тәтті болсын деп, мейрам көп болсын деген ниетпен қазақта осылай шашу шашылады. Бала да, үлкен кісілер де бәрі жинап алып жатыр. Ой, керемет болды қыздар. Өнерлерің үстем болсын. Армысыздар, құрметті семейліктер және қала қонақтары. Сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймыз.
Бұл біздің Абай облысының әкімі Қадірлі Берік Уәли. жерлестер, ардақты Абай елі, баршаңызды ұлыс пен ұлтты ұйыстырған, тілек пен тілекті тоғыстырған маңызды мереке Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ары қарай концерт жалғасты. Біз осылай көрме көрдік. Сонымен қайттық, естелік фотолар жасадық.